Сіздерме. Менің атым Амина. Кішкентайымнен болсам да өнерге жақын боламын. Үйді сүйіп өсіп, шебер болып аламын. Мені бала өзге сөздер, неге сөзбе қалқымда. Үнді шыңдау, келдім бүгін байқауға. Біздің үйде сенде қуыршақтар көп болғандықтан, бүгін қолдан қонжық жасайық. Қонжықтың суретін салып алайық. Сызған қағазымызды мына фетр матасына түсіріп алайық. Үлгісін сызып алдық, енді фетр қағазына түсіріп қиып алайық. Сөйтіп қонжық жасаймыз екеуміз. Қолымды кесіп алма, асықпай қиямыз. Мен қонжықты қиып алдым. Қызым, сен қиып болам дегенше, мен төсеніштерін дайындап қойдым қонжықтың. Қазір бірге қонжықты дайындайтын боламыз. Енді мен қонжықты инемен жіппен тігемін. Қызым, сен жастығын тігіп болам дегенше, мен қуыршақтың ішіне мақтасын салып дайындай берейін, Мен сатыққа мақты салып аттым. Анашым мен қонжығының көрпесін тігіп аттым. Жарайсың, қызым. Дайын болған қонжығымды безендірейін. Анашым, қарашы, қонжығым дайын болды. Жарайсың. Мен төсеніштерге арнап ою қиып қойдым. Соны бірге жабыстырайық. Ал енді қонжығымды төсеніне жатқызайын. Көрпесін жабайық, Міне, біздің қонжығымыз дайын болды. Менің қолымның сүйісім аюдың төсегі. Аюға